бір кезде бір жігіт достарымен бір жерде отырады ғой енді, әңгімелесіп, шай ішіп, енді үйге қайтатын уақыты келді. Сен үйге қайтайын деп жатса, достар айтады, сен не сыйламайсың ба, немесе отырсайшы, қалсайшы деп. Жоқ, үйге қайту керек, үйде әйелім күтіп отыр деп. Подкаблучница. Күшік күйеусің ба деп. Күшік күйеу дейді ғой енді, орысша подкаблучница, қатсақ күшік күйеусің ба дейді. Сен қалай ойлайсың? Күшік күйеу ма или қалай? Енді оның ары қарай жалғасуын білем бір. Өйткені ол айтады ғой сосын. Мен үйдегі кірімді сен жуасың ба? Тамақты сен істейсің ба? Бала шағалама сен қарайсың ба деген кезінде әрине олар жоқ сен әйелің бар дегенде болды. Сонымен ондай негізі ой дұрыс емес деп ойлаймын. Адамдар қайта бір жағынан адам өзіміз шайтан негізі. Біз енді Құдайға сенетін адамдар болсақ білеміз ғой. Екі жақ. Шайтанның жағы, Құдайдың жағы. Егер де Құдайдың жағы таңдалмаса, әрине ол автоматты түрде шайтан жағы таңдалып келеді. Сонымен күшік күйеу деп адамдарды жаман ойға итермелейді. Менмендігін көтеруге тырысады, сондай істерден. Күшік күйеусің бе не деп. Ал мүмкін ол адамдар өздерінің үйінде қарым-қатынасы жоқ. Сондықтан сөйтіп айтады, болмаса үйленбеген. Ол нәрсені білмегендік. Иә. Бір маған айтқан, бір мұғалім айтқан. Сіздер толық адам екендігіңді сезесіздер ме, сезбейсіздер ме деп сұраған кезде бәрі айтатын, мен толық адам, аяғым бар, басым бар, қолым бар, өзім толық адаммын деген. Білесіздер ме, сіз толық адам емес екендігіңізді деп айтқан кезде олар таңғалды, қалай ол? Үйленген кезінде сонда толық адам боласыңдар деген. Өйткені әрине адам деген жанұя болған кезде толық адам болады екен. Өйткені ол тек қана өз туралы емес, бірақ қасындағы сүйкімді, жанындағы сүйкімді адам туралы ойлайтын болса, оның бала шағалары болатын болса, оларды ойлайтын болса, сонда ғана толық адам болады екен. Некеге дайындық тақырыптарымызбен Бақытты лайф бағдарламасы сіздермен бірге. Құрметті достар, құрметті тыңдарман, ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум, құрметті тыңдармандар. Біздің міне әрқайсымыз қандай жауапкершіліктерді алуымыз керек деген көзқарасымыз ата-анамыздың отбасында немесе басқа үлгілерде қалыптасуы мүмкін, бірақ олар серіктесіміздің көзқарасымен қайшы келуі мүмкін екен. Бүгін енді біз жалғастырып жатырмыз. Өткен жол үлгермей қалған тақырыбымызды. Өзара тең серіктестік құруымыз керек екендігін айттық. Сіздің қарым-қатынастарыңызда кім не істейтіні туралы күтулеріңізді және олардың отбасылық тарихқа негізделген жеке тәжірибеңізді қалай ерекшелететінін талқылауымыз керек екендігін бүгін айтамыз. Тағы да бір-бірімізге міне бағынуымыз керек екендігін айтамыз. Бұның бәрі бүгін айтатын нәрселеріміз бұл міндеттемелер туралы. Әрине. Сонымен жаңағы Асек айта кетті ғой, бір-біріне бағыныңдар деген сөз, ол киелі кітаптан алынған үзінді. Жаңа өсиетте Ефесктерге арналған хаттың 5-ші тараудың 21-ші аятында сипатталған. Өзара бағыныштылықтың жаңа өсиет үлгісі бұл. Бір-біріне бағыныңдар. Айтып кетейік та, бір-біріне бағыныңдар деген сөз бұл енді мойынсынып құл болыңдар емес. Дұрыс түсінбеуі мүмкін да, егер енді әр мұсылман адамдарында, христиандарда да, мәсіхшілерде де заң бар ғой, Құдайдың заңы бар ғой. Құдайдан басқа ешкімге бағынбаңдар деген. Бұл жерде әрине бұндай құлшылық немесе бұндай Құдайға бағыну, бұл жерде сыйластық ретінде бір-біріңе бағыныңдар дегенде. Өзара бағыншылықты жаңа өсиет үлгісі да бұл. Құдайдың алдында мойынсұнатындарға және мәсіхшілерге бірге өмір сүрудің түбегейлі жаңа тәсілін берді. Бұл енді Ефесктерге жазылған хаттың ішінде. Өзара қайтарымды талап етті, ерлердің үстемдігі мен бақылауын бұзды деген сөз бұл жерде өткен кезде айтып кеттік бұл туралы. Ер адамның ерлігін емес бұл жерде бұзылып жатқаны. Жоқ, қайта теңдестігі бұл. Әйел адам мен ер адамның арасында екеуі тең болғандығы бұл жерде осы нәрсе бұзылу. Мәсіхшілік ілім некенің өзара сыйластықпен тең серіктестік ретінде қарастырылуына әкелді. Мойынсыну енжар болудың білдірмейді. Мойынсыну бұл талапшылдық пен бақылауға қарама-қарсы. Бұл бір-бірін бірінші орынға қоюға деген ұмтылысты білдіреді. Бұл басқаның қажеттіліктерін өз қажеттіліктерінен жоғары қоятын махаббат түрі. Дұрыс айтасың, Асеке. Әрқайсыңыз үшін қандай жауапкершілік жақсы екенін анықтауыңыз керек. Достар,
айырмашылықтарыңызды бір-біріңізге қызмет ету үшін пайдаланыңыз. Өйткені әр адамның бір-бірінен айырмашылығы бар. Айырмашылығы болғанда өзінің плюстері бар, минустері бар да. Әрине біз плюстерімізге қарауымыз керек. Жақсы нәрселерімізге, жақсы істерімізге. Мына күйеуім сен жақсы жасадың деп мысалы әйелім айтқанда қандай қуанышты болып кетеді. Немесе сүйкімді әйелім мен қандай бүгін тамақты керемет жасадың деген кезде ол жарқырап кетеді ғой. Әрине бұл ешқандай қиын нәрсе емес. Бұл да махаббаттың бір түрі. Мысалы адамдар қарапайым тамақты енді дәмді болса неге бір айта кетпес. Өзіңізге өмірдің кейбір салаларында бастамшылық пен көшбасшылықты бірге алыңыз. Сонда мына инициативтік дейді ғой. Ой пікірлеріңізді іске асырсаңыз, әрине бір-біріңізге өте жақсы көмек болады. Серіктесіңізді басқа салаларда қолданыңыз. Оғаны қалай қайрай бермей, анаң күйеуі былай, мынаң күйеуі былай деп. Кей кезде әйелдер сондай қарым-қатынастан күйеулерін ренжітіп алады. Күйеулерді сөйтіп басқаларға қарап өзінің әйелін ренжітіп алады. Біреуден жақсылық емес, үйдегі жақсылықты іздеңіздер. Мұндай сүйіспеншілік өте белсенді және бір-бірінің атынан құрбандықты қамтиды. Бір-біріне бағыну бақытты некенің кілті. Бағыну жайлы Асеке бағана кішкене түсіндіре кетті. Мағынасын дұрыс түсініңіздер. Неке келісімі. Біз некеге тұрғанда жасайтын келісім бұл өзімізді бір-бірімізге толығымен сүйіспеншілікпен беру туралы шешім және бұл шешімді күн сайын күшейту керек. Неке келісімі ерлі зайыптыларды кез келген жүп сияқты қиын кезеңдерді бастан өткерген кезде біріктіреді. Әрқайсымыз әкелетін неке анттары толық қауіпсіздікті қамтамасыз етеді және бізге бір-бірімізге ашық және жанашыр бола алатын жеке кеңестік береді. Олар бізге сенімділік береді, біз серіктесімізге бізді кім екенімізді білуге мүмкіндік береді. Соның ішінде біз өте жақсы жасыратын нәрселерді де және жақындықты тудыратын. Ант серіктесіміздің біз үшін не істей алатынын емес, ол үшін не істей алатынымызды көрсетеді. Әрине келісім туралы көп айтуға болады, өйткені неке құрған кезде қарым-қатынас деген келісімде болады ғой. Егер келісіміз болмаса, егер сен мынаны жасасаң, онда мен мынаны жасайын. Жарайды, сен мынаны жасайтын болсаң, онда мен мынаны жасайын деген мына келісімге келмесек, әрине бір-бірімізге мен саған сеніп қалдым, сен жасайды деп ойладым. Мен саған сеніп қалдым, сен жасайды деп ойладым. Деп бір-біріне сеніп қалып осылай жасалмайтын нәрселер болып қалатын болса, әрине онда қиыншылық қалып келуі мүмкін. Өкінішке орай жастар бүгін енді жанұяны құраудың алдында дұрыстап жүре алмайды. Бір-бірін танудың орнына олар өтірік махаббатпен қарып жүреді, сөйтіп вроде бәрі нормально, сөйтіп үйрене салады, болды. Кейін қызықтың бәрі алдыда басталады. Сол қызықтың бәрі, қиыншылық бәрін өте алмай, өкінішке орай ажырасады. Асеке, сен айтшы, сен әйеліңе гүлді, сыйларды жылына шамалы санымен қанша рет алып келесің? Жылына енді 3-4 рет шығар, көп болса. Көп болса 3-4 рет. Тұрмау деп. Жоқ, ол негізі аз, бірақ одан бөлек басқа енді қалай басқа жағынан қамтамасыз етем да, үйде көмектесем, басқа сондай нәрселермен орын гүлдерін толтырам да, былай айтқан кезде. Керемет. Енді мен сенен ондай қатты алыс кетпедім, 5-6 рет. Мен 4-5 болса сенкі 5-6 рет. Енді бұдан қарағанда әрине біз әйелдерімізді сүюіміз керек, оларға құрметімізді көрсетуіміз керек. Құрметті тыңдармандар, әрине әйелдеріңізді, күйеулеріңізді сүйіп, құрметтеріңізді көрсетіп, құшақтап, оларды құрметтеп, оларға бәр керек нәрселерді жасап, бақытты болыңыздар. Әрине біз енді минимум 10 рет гүл алып келуге тырысуымыз керек, Асеке. Сонымен достар, күйеулер әйеліне, әйелдер күйеуіне бір-біріңізде назар аударып тұрыңыздар. Мінекей, осымен бағдарламамыз аяғына келді, достар. Лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Және тіркелмесеңіздер, тіркеліңіздер. Келесі жолға дейін сау, сәлемет болыңыздар. Сау болыңыздар.